Құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бізде бүгінгі жұмыс ламинат болып жатыр. L-Despa. Стяжка құйылады, ішінен фольга төселеді. Мынадай болып. Фольганың үстіне осылай ламинат тастаймыз. Сосын шұрыпты осылай шұрыптап шығамыз. Бұл шұрып, міне монтажный шұрып. Шетілік. Алтылық буырымен, мындай перфоратордың. Осымен бірінші тесіп аламыз. Теспес бұрын бірінші өшіртте. Қатырмас бұрын осындай ондық сверломен тесіп аламыз, орындар жасап аламыз. Өйткені мынаның патайы кірмей қалады, шапкасы. Сондықтан осылай істеп аламыз. Арасы ашық тұрған мына жағын итеріп тұрып, шұрыптап жіберу керек. Осылай шұрыптаймыз. Бұл әр жерден осылай шұрыптап шықсаңыз жеткілікті. Бұның айырмашылығы паркетпен осы стиктерінде. Стиктары өстіп білініп қалады. Оған енді ерінбейтін адам болса, подсветный келетін силиконнан үстіне жағып аккуратно. Мынаның орталарын бәрін кіргізіп, солай жасасаңыз қолда болады. Бұл енді арзан түседі. Бір штугі 12 мың теңге тұрады. 5 квадрат болады. 5 квадрат 12 мың теңге. Қазір келесі комнатаны жасайтын боламыз. Ал арнамызға тіркеліп, подписка жасап, коммент қалдырып отырыңыздар. Біз келесі комнатаны қазір жасаймыз. Соны түсіретін боламын. Міне мына комнатаға фольгасын жайдық. 5 мм фольга мынау. Енді осының үстіне L-Despa'ны әкеліп тастаймыз. Бұл жерде сложный еш нәрсе жоқ. Просто так тастайсың. Біздің ана жақтағы комнатамыз жаңа жолағы бері қарай түсті. Өйткені екі комнатада осындай параллельный ұзын жағы. Және кіреберіске де осылай полосасы осылай түседі. Сондықтан паркет секілді қай жақтан бастадық, соның жолағына бәрін сапады еткізіп келтіріп отырамыз. Міне L-Despa'ны көтеру оңайға соқпайды. Сондықтан мынандай сым темірден жасап аламыз. Кружок. Келесін, ілесін. Болды, көтеріп көте бер. Мына жаққа қарай ғой. Мына жерге таста. Кескен жағын ол жақ па, анақ па? Дұрыс деген осылай етесің. Осылай сал. Әгер шама итеріп көріп барып істеген. Оны итермесің? Негізі ананың бұрышын кеспесе болмайды екен. Үйдің диагоналдары солмай тұр, сондықтан келмей тұр ғой. Ар жағы 1 сантиметрде ашық болып тұр. Мына жақ бірдек тұр қазір. Енді мына жерге кесеміз қазір.
Вот ше. Серьезно? Просто түзу кесіп опыт аласың да. Станоктан киім кеспейм дейді мына жігіт. Жүк көрейік. Просто Міне ағайындар комментке жазып кетіңіздер, мына станоктан киім ба, киім емес пе? Просто мына жері жаңағы тоқ тіреп қалды. Стап қалды. Түзу көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Міне ағайындар, мына жерді салып қойдық. Енді мына шықтауды көрсетіп жіберейін. Мынандай 10-дық сверло керек. Міне, жартылай ғана. Өткен монтажный шұрып, бетпе-бет жату керек. Осылай белгілеп шығамыз бірінші. Шұрттайтын жерлерден. Жоқ, қойған. Міне, сверлодан кейін қандай алтылық өрме десеміз кәдімгі перфоратормен. Тесіп алдық. Мына положениесін шуруповерде бірде қойсаң қатты айналады. Екіге қоямыз, сонда бұл жай айналады. Сол жай оборотпен аяқпен міне ағайындар, бұл жерде түсіріп атқан себебім ЛДСП болмайды дегенмен, бұны қолданып жүргенімізге қанша уақыт болды қазір, қанша үй жасалды десек те болады. Бұның беті ламинированный, сондықтан бұл шыдас береді. Бұл жерде енді особый осындай стиктарды жуған кезде жаңағы көп суламай, солай просто так ылғалдап тракпен сүртіп алса болады. А так мықты қылып жасайым десеңіз, жаңағыдай силиконмен жағып, как положено. Сосын бетіне полный бесцветный жағып жүрсеңіз, ол кезде жақсы болады бұл. Бұлай қарағанда ламинаттан айырмашылығы жоқ ЛДСП-нің. Сондықтан каналымызға жазылып, пікір қалдырып отырыңыздар. Біздің полымыз почти бітті. Бұл жерде ар жағы кафель. ЛДСП-ден осылай пол жасадық.